Ассалаумағалейкум, атырау балықшылар, аңшылар. Қазір жайықтың сезоны басталды. Енді соған мен өз басым Аслан Омар осындай балберкелер дайындаймын. Бұны сату мақсатында емес, өзім қолданам. Өзім осымен балық аулап, талай жақсы результаттарды көрдім. Базарда мынандай белайн дейді ғой, былайша айтқанда, тройник дейміз, балберке дейміз бе. Соның үшеуі 500 теңге тұрады. Ал егер мынандай тәбішкі сатып алып, тәбішкінің өзі мысалы, егер базарда дұрыстап іздеп қарасаңыз, распродаждан 500 теңгеге де тауып алады. Разноцветрлері бар, 800 теңгеден тауып алады. Енді әртүрлі өздеріңіздің қарауыңыз бойынша сарысы да бар. Мен мынаны алдыңғы жылы алғам. 800-ден алдым сонда. Материал мынан будамат деймі, жалпы негізгі будамат деп айтылады. Пенопласт, в общем айтқанда. Жайыққа нағыз таптырмас. Қазіргі рыбактардың сезонда іздеп жүрген хит тәбішкелер, в общем айтқанда. Так, енді бар ғой. Оны қазір сіздерге көрсетем қалай кесетінін. Міне арнайы осындай құрал бар. Мынандай трубка. Мына басы қайралған. Басы енді өткір. Мына жері кесілген. Ол кесілгені қазір көрсетейін сіздерге. Мынаны мысалы тесеміз. Осындай әдіспен, айналдыру әдіспен тесіледі. Мына алынды, мынаның ішінде қазір жаңағы пучок дейді ғой. Сол пучок осының ішінде тұр. Оны алғанда мына егер мынау сплошной трубка болғанда, онда алу қиын болады. Сондықтан мынаны тесілген мына жерін тек тығамыз да ала қоямыз мына. Енді осыны өңдейміз. Оның да әдісі бар қазір. Мынандай шурупагер ғой, в общем, мощный болу керек. Соған бетіп мына қолмен айналдырып, точно ортасынан шығаруға тырысу керек барынша. Сосын налевка наждакпен өзін жаңа қырылған, жырылған жаңа қисық жерлерін бәрін алып тастап, тегіс қылып шығарады. В общем, гладкий болып. Енді мынандай тройникті аламыз жаңағы. Соған жылтырақ, елкінің жылтырағы, қызыл шашақ, неше түрлі жіптерді, қазір дайын люмициневый де шығып жатыр, сатылады 300 теңге ма сондай. Енді өзіңіздің қарауыңыз бойынша ол. Бұл менің істеп жатқаным. Қазір сіздерге тек доступный вариант тез көрсетіп жатырмын. Міне қазір салдық. Салғаннан кейін жаңағы мына пучокты аламыз да былай кигізе саламыз. Кигізе саламыз. Болды. Дайын болып шыға келеді міне. Мына қармақ лақтыруға дайын. Міне осындай неше түрлерін жасап өзіме доступный вариант. Біздің жайықта қайбір таза дейсің, іліп қалай береді, соған жаңағыдай балберкелер көп кетеді. Соған осыны апарамда трубкамен былайша айтқанда тәбішкі болса болды ғой. Тек жағадан жасап алып, сол жерден лақтыра береміз. Базарда цветтері көп, мынандай қарасы да бар, қара, қызыл, неше түрлі цветтері бар. Көк, жасыл деген сияқты.
Бірақ әзірше менде осы цветтер. Алдыңғы жылы мен осы қызылға да алып жүрдім. Енді осы цветтердің бәріне алып жүрдім. Қайсысы жыбырлайды, жыбырлаған ол кезде жақсы нетіп жүрді ғой. Жақсы шығып жүрді балық деген. Жақсы алдық жайрықтардан. 3 килограммдап алып жүрдік жайрықтарды. Ал осылай жалпы. Тез әрі оңай жасау тәсілі.